Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін өз елі Түркияда және бүкіл әлемде модель және актер ретінде танымал Кванч Татлытук жайлы айтатын боламыз. Ол махаббатшыл, бірінші әлем аруына үйленбекші болды. Екінші өзінен 14 жас үлкен әйелмен жүрді. Үшінші түрік миллионерінің қызы, төртінші француз моделі, соңында макияж суретшісіне үйленді. Ол жанжалшыл, эмоционалды, ережелерге қарсы шығады. Енді осының бәрін ретімен баяндайтын боламыз. Қазақша каналымды қолдап, подписаться бастырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Актердің айтуынша ол даңққа қатты байланбаған. Кез келген уақытта актерлік мансабын аяқтай алады. Өйткені ол тек бір қызмет саласымен шектелгісі келмейді. Кванч өзіне ұнайтын нәрсемен айналысып, өмірдің рахатын сезініп өмір сүруге тырысады. Сондықтан ол үнемі жаңа қызығушылықтар табады. Болашақ актер 1983 жылы Адана қаласында екі ағасы мен әпкесі Мелисамен бірге тәрбиеленген көп балалы отбасында дүниеге келген. Оның отбасында әкесі жағынан Косово албандары мен босниялықтар, ал анасы жағынан түріктер болған. Кванч отбасы бір ғасырдан астам уақыт бойы басқаруы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан наубайханаға иелік етеді. Бала кезінде Кванч басты қызығушылығы оның спорт болды. Ол күтпеген жерден кәсіби мансапымен қоштасты. Өйткені ол жас жігіттің үлкен спортта қалуына жол бермейтін ауыр тізе жарақатын алды. Актер Стамбул университетіне дизайн факультетіне оқуға түсті. Ұлын жаңа сала қанағаттандырмағанын көріп, анасы жас жігітке модельдеуде өз бақытын сынап көруге кеңес берді. Актер 2013 жылы Мәдениет университетін бітіріп, жоғары білім алды. Анасының сөзіне құлақ асқан ол модельдеу агенттігінде курстардан өтіп подиумға шыға бастады. Табысқа жетуіне 187 сантиметр ұзын бойы ықпал етті. Көп ұзамай атақты дизайнерлер мен бренд өкілдері жігітпен ынтымақтастық орнатқысы келді. 2001 жылы актер Түркияның үздік моделі байқауының жеңімпазы атанды. Ал бір жылдан кейін Францияда өткен байқауда әлемнің үздік моделі атағын жеңіп алды. Мұндай мойындау жас манекеншіге жаңа есіктер ашты. Бірақ айқын жетістіктерге қарамастан жігіт модельдеуде ұзақ уақыт болуды жоспарламады. Өйткені ол осы мамандықтағы мансаптың қысқа мерзімділігін түсінді. Кванч актерлік курстарда оқи бастады. Актердің экрандағы өмірбаяны 2005 жылы оның қатысуымен Күміс сериясы шыққан кезде басталды. Онда ол өзінің алғашқы басты рөлі Мехметті ойнады. Көп ұзамай басқа ұсыныстар пайда болды. Кинода Менекше және Халил және Эзель сияқты жобалар пайда болды. Бірақ танымалдылық жас актерға тыйым салынған махаббат мелодрамасы шыққаннан кейін келді. Оның шын жүректен шыққан Бехлюл ойыны Алтын Кокон фестивалінің сыйлығымен марапатталды. Кванчтың серіктесі түрік киносының жұлдызы Бейрен Саат болды. Актер туған елінен тыс жерде де танымал. Актердің қатысуымен түрік телехикаяларын трансляциялау құқығын бір қатар шетелдік арналар сатып алды. Онымен бірге фильмдер әртүрлі тілдерге аударылды. Ресейде актер Курт Сейіт пен Александра әскери тарихи драмасының арқасында танылды. Ресей империясында орнатылған жобаның түсірілімі Ресей Федерациясының аумағында өтті. Актер билеушіге адалдық пен империялық билікті құрметтеуге тәрбиеленген патша армиясының офицері Курт Сейіттің басты рөлді сомдады. Журналистермен әңгімелесу барысында ол Ресейдің қатал қысқы жағдайында жұмыс істеу керек екенін, температура -30 градусқа дейін төмендегенін мойындады. Өмірге қауіп төндірмеді. Бірақ Кванч құлап жарақат алды, 5 қабырғасын сындырды. Сонымен қатар атқа мінуден қорыққан жоқ. Құлағаннан кейін 2 күн ішінде кейінге қалдырмай ер тоқымға оралу керек мақсаты тұрды. Одан әрі жұмыс жазатайым оқиғаларсыз өтті. 2016 жылы актер Батыл және әдемі мелодрамалық сериалында басты рөлді сомдады. Онда Джесур есімді жұмбақ жас жігітті бейнеледі. Оның сүйіктісі Сюфанмен махаббат хикаясы Шекспирдің отбасылардың араздығы туралы Ромео мен Джульетта трагедиясын еске түсіреді. Атақты адам қатысқан келесі көрнекті жоба Кел балам фильмі болды. Кинода ол жаңадан табылған ұлымен қарым-қатынас орнатуды үйренетін жас ер адамды сомдады. 2018 жылы Соқтықсу сериалының көрсетілімі басталды. Онда актер алтын көмелек номинациясына ие болды.
С-245 сүңгуір қайығы сериясындағы жұмыс 2 режиссердің қатысуымен жүргізілді. Бұл командаға қолайсыздық тудырмады. Керісінше бұл қызықты тәжірибе болды. Актердің айтуынша процесс 4-ші эпизодтың түсіріліміне толығымен дайын болды. Ал режиссерлар жасаған әлем жобада жетекші рөлдердің бірін ойнай бастады. 2004 жылы Кванш бұрынғы «Әлем аруы» фильміндегі актриса және модель Азра Ақын қызбен танысып, онымен кездесе бастады. Ғашықтар айырылысып, содан кейін қайта қосылды. Таңдаған адамын актер ата-анасымен таныстырды, ал баспасөзде жақында болатын үйлену тойы туралы қауесет пайда болды. Бірақ соңында олар бір-бірін жіберуге шешім қабылдады. Алғашқы айырылысу кезінде актер әріптесі Седев Авджидің компаниясында пайда бола бастады. Оның романы «Менекше» және «Халил» таспасының түсірілім алаңында басталды. 2 жылдан кейін 2008 жылы атақты адамның өмірінде өзінен 14 жас үлкен тележүргізуші және актриса Мелтем Камбул пайда болды. Бұл қарым-қатынас 2 жылға созылды. Содан кейін Кванш түрік миллионерінің қызы Социалит Идил Фыратпен қысқа мерзімді қарым-қатынаста болды. Актер онымен айырылысқаннан кейін қайта қауышты, және олардың тарихи аяқталғаннан кейін француз моделі Флоренс Евгениймен қарым-қатынас басталды. Актер өзінің жеке өміріндегі бақытты 2013 жылы киностудияда стилист және макияж суретшісі Башак Дизермен кездесе бастаған кезде тапты. Көп ұзамай үйлену туралы алғашқы қауесеттер пайда болды. Ал қарым-қатынас басталғаннан 2,5 жыл өткен соң ғашықтар үйленді. Үйлену тойы өтті. Ерлі-зайыптылардың туыстары мен жақындарының ішінен тек 40 адам ғана қонаққа келді. Сонымен бірге актердің анасы мерекеге келе алмады. Денсаулығына байланысты әйел іс-шараның онлайн трансляциясын көрді. Сұхбатында Кванш жас кезінде жанжалшыл болғанын, эмоционалды әрекет еткенін және ережелерге қарсы шыққанын мойындады. Бірақ әйелі оның мінезін теңестіре алды. Курт Ефи есімін алған ұлдың дүниеге келуімен үйлесімділікке қол жеткізілді. Түркиядан мыңдаған адамның өмірін қиған қайғылы оқиға болғанда Кванш бірден Абхар қорының шотына ақша аударып, зардап шеккендерге көмек ұйымдастыруға қатысу үшін оның орналасқан жеріне жеке өзі барды. Болған оқиғаға байланысты актер басты рөлді сомдаған «Отбасы» сериясының премьерасы кейінге қалдырылды. Харизма мен керемет келбет үшін жанкүйерлер мен журналистер актерді түрек Бред Питт деп атады. Кванш табиғатқа жақын болуға тырысады, сондықтан аулада шағын ферма құрды. Бұл актерді жақындарын табиғи ингредиенттерден жасалған жаңа тағамдармен қуанту үшін аспаздықты игеруге шабыттандырды. Атақты актерға қатысты ойларыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться бастырмасын басып, лайк басып, қазақша каналымды қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.